Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай үй жағдайында шоколадты пончиктер дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, балаларыңызды қуантуға осындай әдемі пончиктер жасап көріңіздер. Ол үшін бізге еленген ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Және де негізі 3 жұмыртқа жетеді. Менің жұмыртқаларым кішкентай болғандықтан 4 жұмыртқа қостым. Құмшекерімізді, суымызды, бөлме температурасында болу керек барлық заттар, айранымызды, сұйық майымызды қосып, барлығын бірден миксерлейтін боламыз. Құмшекері ерігенге дейін миксерлеп, одан кейін жаңағы дайындап қойған ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды екеуін шетінен қосып отырып, тағы да жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп миксерлейміз. Бізде осындай әдемі қоймалжың қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды формамызға салу үшін ең алдымен формамызды жақсылап майлап аламыз, әйтпесе қамырымыз жабысып қалатын болады. Осындай мешоктарыңыз болса, мешокқа не болмаса салафанға салып салсаңыздар болады, немесе қасықпен құя берсеңіздер де болады. Өстіп формамызға қатты толтырмай салатын боламыз. Егер қатты толтырып жіберетін болсаңыздар, көтеріліп, тесігі жабылып қалады. Сол себепті де қатты толтырмай, орташа осылай формаларымызға құйып, 1-2 рет дастарханға ұрып жіберсеңіздер, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аласыздар. Мінекей пончиктеріміз дайын болды. Көтерілген өте әдемі пончиктеріміз. Енді бетіне осы шоколадымызды дайындап аламыз. Ол үшін осындай водяной парда газға суды қайнатып, осылай мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Және де мына жерде видеода түспей қалған, шоколад ергеннен кейін 2 қасық шет майды құйып, шоколадымызды араластырып жібереміз де пончиктерімізді осылай батырып немесе саусақпен де барлық пончиктеріңізге осылай жағып шығасыздар. Шоколадымыз қатпай тұрып, осылай үйде менде осылай конфетти бар. Бетіне конфетти сепсеңіздер болады, немесе өз еріктеріңіз қалай сәндесеңіздер де солай әдемі етіп сәндеп балаларыңызға берсеңіздер болады. Дастарханға қойғанға да өте әдемі. Жасап көріңіздер. Ас болсын.